Бәріңізге сәлем. Бүгін бұл видеода қан қысымын дәрі-дәрмексіз қандай әдістермен түсіруге болады, күнделікті өмір салтында қандай тағамдар жеу керек және өзіңізге қандай күтімдер жасауға тиіс екендігі туралы айтамын. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, маған тіркеліп, лайк басып кетуіңізді сұраймын. Сіздер маған тіркелсеңіздер, мен сіздерге пайдалы ақпарат беруден жалықпаймын. Қан қысымы кенеттен пайда болатын қауіпті дерт. Жас таңдамайтын дерттің құрлығына ілініп жатқандар да өте көп. Тіпті ажалынан қан қысымынан келгенін білмей де қалып жатқандар бар. Әр адамдар әртүрлі деңгейде көтерілетін қан қысымы секунд сайын өзгертіп тұрады. Оның көтерілгені де түскені де адам өмірі үшін қауіпті. Қан қысымының өзгергеніне нақты себеп жоқ. Өмір сүру салтымыз, жеген тамағымыз, көңіл күйіміз, қабылдаған жаңалықтарымыз да әсер етеді. Қан қысымы көтерілгендер көп жағдайда сезбей қалып жатады. Егер таңертең сіздің басыңыз ауырса, құлағыңыз шыңылдаса, басыңыз айналса, мұрныңыздан қан ақса, жүрек соғысы өзгерсе, көру қабілетіңіз төмендесе, дереу қан қысымыңызды өлшеп, дәрігерге тексеріліңіз. Дәрігер сіздің жағдайыңызға қарап нақты диагноз қойып, қажетті ем-домдарды жүргізеді. Қан қысымын қалыпта ұстауға ықпал ететін әдістер серуендеу мен спорт. Физикалық салмақ қан қысымын түсіреді. Өзіңізді қатты шынықтырудан сақтаныңыз. Күніне 30 минут жеңіл жаттығу жасаңыз және 6-7 шақырым жаяу жүріңіз. Сонымен қатар велосипед айдау, жүзу, билеу және фитнеске бару да қан қысымын өз қалпына келтіруге оң ықпал етеді. Екіншіден, мына әдісті сақтаңыз. Тұз. Дені сау адам тәулігіне 9-12 грамм ғана тұз қолдану керек, ал қан қысымы өзгеріп жүретіндерге 5 грамм тұз жеткілікті екен. Өйткені тұз да қан қысымын көтеруіне себепші болады. Мейлінше тамаққа тұзды өте аз мөлшерде қолданыңыз. Үшіншіден, калий элементіне бай тағамдарды тұтыныңыз. Бұл минерал ағзадағы артық тұзды сыртқа шығарады, содан қан қысымын түсіріп, қан жолдарын тазалайды. Мейлінше құрамында калий элементі бар балғын азықтарды тұтыныңыз. Көкөністер мен жемістер көбірек жеңіз. Әсіресе салат жапырақтары, қызанақ, картоп, қауын, банан, авокадо, апельсин мен өрікті үзбей жеуге тырысыңыз. Сүт өнімдері, сүт пен йогуртты жеуге әдеттеніңіз. Дастарханыңыздан әрдайым жаңғақ пен шекілдеуік үзбеңіз. Ал бұршақты тағамдар мен балықты жиі жеңіз. Төртіншіден, жидектер жеу ұсынылады. Біріншіден, жидек өте дәмді әрі пайдалы. Екіншіден, құрамындағы полифенол заты жүректің саулығы үшін өте қажет зат. Ол инсульттің, жүрек және диабет ауруларын алдын алады. Оған қоса қан қысымын қалпына келтіреді. Бесіншіден, жүйке жүйеңіздің тыныш болуы. Бұл қан қысымының көтерілуіне себепші болатын ең маңызды жағдай. Стресс жан мен тәнді жаулайды. Салдарынан тамыр соғысы жиілеп, тарыла бастайды. Ал егер стресс алған кезде ішімдік ішіп қойсаңыз, онда жүрек ауруына шалдығып, қан қысымының көтерілуіне өмірге қауіп төнеді. Стресстен арылудың ең тиімді әдісі баяу, ырғақты музыка тыңдау, көңіліңіз қалаған іспен айналысу, таза ауада серуендеу, әзіл әңгімелер тыңдау, көңілді бағдарламаларды қарау екендігін ескеріңіз. Алтыншыдан, терең тыныс алыңыз. Бұл жүйке жүйесіне пайдалы. Жүйке тыныш болса, тәні де тыныш рахаттанады. Тән мен жанның тыныштығы қан қысымын қалыпты ұстауға ықпал етеді. Ендеше терең тыныс алып, дұрыс демалуға әдеттеніңіз. Жетіншіден, магний мен кальцийге бай тағамдарды тұтыныңыз. Егер ағзада магний элементі аз мөлшерде азайса да, жүректің жұмысына кері әсер етеді. Сондықтан да үнемі ағзаны магний элементіне толтырып отырыңыз. Кальций де маңызды рөл ойнайды. Сондықтан да құрамында аталған 2 минералға бай тағамдарды үзбеуге тырысыңыз. Тамақтану мәзірінде сүт өнімдерін, бұршақты тағамдар, тауық еті, жаңғақ үзілмесін. Бұл азықтар өз кезегінде саулығыңызды жақсартады, жүректің жұмысына оң әсер етеді. Сегізіншіден, ең маңызды ұйқы. Ұйқы тыныш болмаса да, қан қысымыңыз көтеруіне ықпал етеді. Сондықтан да ғалымдар қалыпты деп дәлелденген 8 сағаттық ұйқының нормасын орындаңыз. Ұйқыға жатар
алдында тоя тамақ жемеңіз, су ішпеңіз, жаман ойлардан арылып, терең әрі тәтті ұйқыға еніңіз. Дұрыс ұйықтай алмасаңыз, жүрек, жүйке, көз және бас ауруларына шалдығуыңыз сөзсіз. Ұйқының бұзылуы салмақтың артуына да себепші болады. Ендеше өзіңізге ұнамайтын, саулығыңызға кері әсер ететін жағдайлардан арылғыңыз келсе, ұйқыны реттеңіз. Ғалымдар 18 пен 64 жастағыларға 7-9 сағат ұйқы, 64 жастан асқандарға 7-8 сағат ұйықтау жеткілікті дегенді айтады. Ендеше саулығыңызды, сымбатыңызды жақсартқыңыз келсе, бір уақытта ұйықтауға жатып, бір уақытта оянуға тырысыңыз. Үнемі қан қысымы көтеріліп жүретіндерге алкогольді ішімдіктер ішуге, темекі шегуге, семіруге үзілді-кесілді тыйым салынады. Себебі бұл үшеуі де қан тамыр жүйесінің жұмысына кері әсер етеді. Ендеше өміріңізге балта шабатын қан қысымын қалыпты ұстауға әдеттеніңіз. Ауырмаңыздар, ем болсын. Менің айтқан кеңестерім сіздерге пайдалы болды деген сенімдемін. Маған тіркеліп, лайк бас кетуді сұраймын.